Баршаңа қайырлы күн, сіздермен бірге Фастмани Форекс біздің күнделікті саудамызға қош келдіңдер. Бүгін тағы байланыстамыз. Ал енді саудамызды бастайтын боламыз. 5 минуттан бастап паралардың барлығын қарап шыға берейік, чтобы біз табыс табуымыз үшін. Так, Audi USD орташа валютный парасы 5 минуттық таймфрейм. Давайте 3 минутқа кірейік. Қозғалыстар 5 минутта маған ұнады. Оттан да яқтан біз ордер блокты белгілейміз. Бұл ордер блокты бізде баға осы ордер блоктың реакциялаудың орнына өтіп кетті. Жоғары кетудің орнына. Енді қазір бұл бізде брейкер болды. Одан бөлек ордер блоктың жоғары жағында бізде BPR бар екен, білесіңдер. Осы қазір мені қызықтырып тұрған брейкер. Мына тағы да бізде ордер блок бар. Өздерің көріп тұрғандай, осыған тоже бізде келе жатыр. Егер де бүйтіп алып қарайтын болсақ, бізде премия дискаунт зона бар. Қазір біз дискаунтта тұрмыз. Соның арқасында жоғары қарай кетуіміз керек негізі. Осы жерден жоғары қарай ашқан сделка дұрыс болады. Сондықтан да қараңдар. Бізде ордер блоктан жоғары шығатын ситуациялар іздеп көрсетіп болады. Так, бізде разворотный формация шығып бастап жатыр. Мына бізде свип болып жабылды, келесі мына хай. Давайте сделка ашып білемін, үлгерем ба деп ойлаймын, хорошо көре берейік. Депозиттің 1%-ны купить. Все, 1 минутқа сделкамыз ашылды жоғарыға. Ал енді көреміз, күтеміз. Жалпы 5 минуттық таймфреймге неге кіремін? В основном әр параға 5 минутқа кіріп, әр параны неге қарап шығамын, потому что 5 минуттағы қозғалысты өзімнің сол фильтрім бойынша просто по ощущениям оценивать етемін. Егер де мысалға осы 5 минуттық таймфреймде графиктегі қозғалыстар виалый болса, маған ұнамаса, онда мен уже в принципе ол жерде торговля жасауға не стоит екенін түсінемін. Допустим, бізде үлкен мысалы агрессивный импульсный қозғалыстар бар. Одан бөлек сол білмеймін, енді фитильдер ұзын, прям фитильдер таяқшалар ұзын свечалар болатын болса, ол да мен үшін уже подсказка, что бір жеріңді қыса сал деген, короче, торговля істемей қоя сал деген сияқты. Ал жақта уже 5 минуттағы ситуация более или менее стабильно, по идее. Өздерің көріп тұрғандай $439 таза пайда, общий пайда таптық. Ол жердегі біздің таза пайдамыз $210. $210 примерно 100 мың 105 мың теңге, ау біздің теңгемен нормально. Қараңдаршы, мысалға мынау именно мен өзім айтқан график. Audi USD орташа валютный парасы 5 минут таймфреймде осы бізде график, осындай график өте тамаша. Қарайтын болсаңдар, баға стабильно қозғалып жатыр. Мысалы, мына бізде имбаланс бар. Мен оны уже сызбай-ақ на глаз көрдім. Баға имбаланста четко толтырды и төмен қарай кетіп қалды. Вот, бізде мына мысалы премия дискаунт зона бар. Бізде именно сол жоғары жаққа қарай шығып, мынаяқтағы біздің имбаланс заодно ордер блок тест болып, и дальше төмен қарай кетіп қалды. Идеально. Осындай мысалға смарт манинің элементтері жақсы жұмыс жасайтын графиктерде отработкалар өте жақсы болады. Так, сейчас CPI орташа валютный парасы 5 минуттық таймфрейм. Бізде формация жетпей тұр. Давайте бір 3 минутқа кірейік, чтобы понятно болу үшін. Вот, нормально. Мынандай қозғалыстар, мен айтып жатқаным осындай қозғалыстар, короче. Осындай қозғалыстар ешкімнен өзіме ұнамайды. Бұл бізде нені айтады? Баға өскен. Бірінші қараңдар мынандай болған міне. Свеча мына былай ашылған. Одан кейін барып максимально мына қайдан өскен. Ликвидностьтың барлығы 3 ликвидность тұр ғой. Максимально мына қайдан өскен, мына мынаяқтағы 3 ликвидностьті шешкен. Шешкен, қайтадан түскен. Қайтадан өсіп, осы жерде жабылған ғой, мына осы жерде жабылған қайтып. Значит, бізде андай қозғалыс болған берді. Хоп, 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 хоп деген сияқты. Вот. Бұл бізде уже қайтсам болады бір анықта нестабильностьтің несі ғой, короче. Анықтаудың түрі. Сондай қозғалыстар тоже ұнамайды маған. 5 минутта кірдім, не мынау? Ужас просто. Я не могу так работать, ребят. Бұл жерде сделка ашасыңдар, бірақ қиын. Мынау біздің өзіміздің отечественный евро-доллар. Классикамыз ғой бұл. Евро-доллар. Давайте көрейік осы жерде рестет. 92 беріп жатыр екен. Бізде 5 минутта тоже нормально қозғалыстар. Пока
мына жакта закреп болуп жабылды. Цель биздин отур. Эки жактан да ликвидность калыпташтырып жатырмыз. 3 минутка кирейик. Так, евро-долларда мына бизде цель. Мына соңку жакта ликвидность чечип койгон. Заодно медвежий баланс толтуруп койгонбуз. Байкап тургандарымдай. Так, төмен карай сделка ашсак по идее болду, но биз бирок бир аз кулаппыз. Байкап тургандарымдай, мына жактарда бизде ликвидностьтер бар, которые бизде буга азыр чечип жаткан. Так, спорно, ребята, спорно. Бирдеңе деп сделка ашу спорно. Күтейик просто азыр. 2 минут ичинде өсүп жатыр. Мына бизде имбаланс бар, который бизде бага ары келмеген. 2 минуттук таймфреймде соған барып жатырмыз қазір біз. Беш минуттук таймфрейм. 5 минуттукта бизде мына жактагы имбалансты толтуруп жатырмыз. Байкап тургандарымдай. 3 минутта бирок биз RP чечип алыппыз, я. Мына имбаланс толтурган зона, биринчи келген зона. Закреп болуп жабылдык. Көрейик азыр. Эгерде бага астыкка карай реакция алгысы келетін болсо мына имбаланстан, онда разворотная формация мен жабылат, короче. Қазір көресіңдер. Разворотная формация өзім алдындағыдай айтқандай мына. Былай. Примерно осылай жабылу, короче. Осылай жабылу. Екі жақтан да қысым болды. Пока что өзіп жатырмыз. Мына біз закреппен жабылды. Бір сделка ашып берейік жоғарыға деп. Қарсы болмасаңдар. Просто бізде ясный цель бар. Мынау цель. Осыған дейін негізі барып үлгеруіміз керек, по идее. Төмен қарай кетпей тұрып. Үлгерсек үлгереміз, үлгермесек қалады. Но все же бірақ 1 минутта мен түсінгенім, мына бізде закреп болып жабылды. Келесі цельді орындауымыз керек. Бұл бізде потенциально цена үшін цель. Осы цельді орындап, онан кейін барып төмен кетсең құрыққа. Құрайтын жағыңа құры даже. Мына. Шешті, енді құрайтын жағына құрайды қазір баға. Бірақ үлгерген жоқты мен плюс болып. Ну, жаль. Конечно, жаль. Бағанағы мен айтқан жер мына. Осы ликвидностьті шешу керек еді. Әттең мен үлгермей қалғанымды қарашы. Ай, баламысың деген. Осы бірақ әлі үмітті үзбеу керек. Евро-доллар, не подводи. Ты же у нас самая лучшая пара. Лучшая пара, то есть. 212 доллар қазір пайда. Евро-доллардан біздің отечественный парамыз, біздің топ-1 пара ғой бұл негізі, который бар. Мынаған жұмыс жасайтындай пара. Евро-USD-дің внебиржевой котировкасын көрейік. 5 минуттық таймфрейм. Так, бізде 2 сделка пока плюсте тұр. Евро-доллар баланс бар. Баланс толтырған жоқ, ликвидностьтар нагло қалып кетті. Так. Пока просто құлап жатырмыз. Яқтары тоже астың жақта ликвидность бар. Примерно 3 минутқа кірейік. 3 минуттық таймфреймде бізде ликвидность шешілген сияқты көрініп тұр, но это просто полный бред. Так, мына бізде RP бар, то есть rejection блок бар. Осы rejection блоктан бізде баға кіріп, төмен реакция алған, тағы да кіріп, төмен реакция алу мүмкін, потому что бұл ликвидность жұмыс жасап тұр. Алдыңғы свечасын шешіп тұр ликвидностьтің. Из-за этого, короче, бізде бұл rejection блок. Так, қозғалыстар өте баяу. Так, бізде 1 минуттық таймфрейм. Мына бізде ордер блок бар, который бізде бағаның төмен қарай жіберген. Өздерің көріп тұрғандар. Дәл қазір мына келіп, бізде төмен қарай кетті. Бұда бөлек бізде имбаланс жоқ нерде. Полностью төмен қарай құлап баратырмыз. Сбалансированно. Қозғалыс жоқ нерде ше. Вяло. Басқасын көре берейік. КБП HPI отысы валютный парасы 3 минутқа 3 минут істей берейік. Бізде имбаланс бар, который баға бізде толтырған, төмен қарай кеткен, астың жақтағы имбаланс бар, который тағы толтырып жоғары қарай кеткен. Қазір бізде мынау свечаның диапазонында қозғалып жатырмыз. Так.
5 минутка бір көре бере салайын. То же самое да ол. Бірақ картинаны былай широко көре аламыз да. Астқы жақта ликвидность шешкен, жоғары қарай кеткен. Жоғарғы жақтан бізде имбаланстан, заодно ордер блоктан реакция алған. Вот. Келмеген ғой ордер блоктан. Осы бірақ мына жақта бізде мысалы брейкер бар. Осы. Допустим, да. Осы жерде тоже реакция алады. Так что ничего страшного. Үмітіңді үзбе. Так. 2 минуттық таймфрейм. Препедис қозғалуға анықтау мүмкін емес пока что. Но байқағандарындай бізде 1 минуттық таймфрейм имбаланс толтырған, жоғары қарай кеткен. Яқта бізде инверсионный имбалансты толыққанды өтіп кеткен. Қайтадан түскен деген сияқты қозғалыстар болып жатыр. Пока ничего не понятно. 3 минуттық таймфрейм. Так, бізде енді баға төмен қарай жіберетін факторларды не істеу керек, қарастыру керек. Именно төмен қарай. Мына ордер блок. Жерде бізде имбаланс бар. Так, пока что өсетін сияқты баға. 2 минуттықтарда, 1 минуттықтарда свеча арқылы подтверждение іздейтін боламыз. Экстремально өсіп жатыр бағамыз. Но кой-какой откат болу керек по-любому. Мысалы мына жақта бізде buy to sell бар. Өздерің көріп тұрғандай. Buy to sell бар. Sell to buy to sell. Естерінде ғой команда. Buy одан кейін бар манипуляция, sell, слом, buy to sell. Осы жерден бізде төмен қарай реакция алу керек дейміз уақытша. Көреміз. 3 минуттық таймфрейм. Не туда, не сюда ғой, короче. Төменде бассаң, ерте ашқан боласың, жоғарыда бассаң, поздно болады уже. Төмен қарай кетіп, отработка болып кетеді уже. По-любому ше. Что... Так, почти қазір сол біздің buy to sell зонамыздың ішінде тұр баға. Үстің жақтан кішігірім сопротивление көріп жатыр. Байқап тұрғандарындай. Кәдімгідей бар сопротивление. Разворотная формация шығатын сияқты қазір. Опа. Закреп жоқ, өздерін көріп тұрғандай. Төбеде біз алқашу үшін жақсы мүмкіндік бұл. Все, ашып жүре салайын. Бізде разворотная формация шықты. Именно мен осыны күтіп отырдым. Потому что ондай өсіп тұрған қозғалыстарға қарайтын болсақ, бұл қозғалыстар мәңгілік жоғары қарай кетіп жалғаса бермейді. Оның әйтеуір бір откат болатын, қайтатын уақыты болады. Именно мен соған қайтатын уақытын күткім келді. Вот. Но пока что қайтадан өсіп кетті ғой. По идее, төмен кету керек еді. Болмады ғой что-то. Болмай қалды. 3 минут таймфрейм бізде, маяқта тоже бізде бар зона, соның ішінде тұр. Айтқан buy to sell зона. 5 секунд қалды. Көрді, соңғы секундта. Мен мықтымын не? Сендер что? Вы что думали, а? Деп па? Бәсес, көтеріп қойсаңдар дәрежеден. Мен де бір кісі болайын да. Қалай ғана кетпей қалды деп мына. Осы мына формация, разворотная. Қазір мен 3 минуттан ба, қаяқта айттым мұны. 3 минуттан айттым ғой. Или 1 минуттан айттым. Разворотная осы формация бізде бағам төмен қарай кететінін айтады. Осыны сендер күте алуларың керексіңдер. Қай кезде шығатынын біле білулерің керексіңдер, короче. Бүгінге енді 300 ашылды. За сессию хорошо заработали. Альхамдулиллах. Аллаға шүкір. Так, көрек. Бір сессияға жақсы заработок. Қазір 2 деп тұр. Бұл 2 деген қате. 100% деген. 100% қараш. Не деген бұл сұлулыға қараш. Жарасады маған 100% деген ше.
қазір 300 сделка ғой жаным ау, күтеміз. Пока әңгіме айта тұрайық. Вот сондай жігіттер қыздар, торговля деген осылай. Егер де бастарыңды қосып дұрыс білім ала алсаңдар, сапалы білім алатын болсаңдар, араларындағы любой кез келгенің өздерінің табыстарын тауып, қалған елдің кез келген шетінде, әлемнің кез келген шетінде интернет болса бұл, спокойно, стабильно табыстарыңды тауып, ақшаларыңды шығарып отырсаңдар болады. Ол жерде қатып қалған ешқандай правила жоқ. Өздерің білесіңдер, қанша ақша жасайсыңдар, қанша ақша сендерге жетеді, жетпейді, барлығы өздерінің қолдарында. Полная свобода. Реально полная свобода. Жұрттың бәрі ақымақ емес қой, осының бәрін қазір меңгеріп оқып жатқанша. Значит, оқып жатса, значит, пайда бар. Пайда колоссальный бар деген сияқты. Сондықтан жігіттер қыздар, заманнан қалмайық. Білім алыңдар, өсіңдер, өніңдер, жетіліңдер. Торговый профиль 412 общий сделка аштырған қараш. 66 прибыльный сделка. Соотношение оборот міне, таза пайда міне. Міне 300 сделка 100%, оборот міне 632, 22. 638 де 22. Кішкене зрение, ой зрение сәл тайыпты да, иә, кішкене болады енді ондай. $600, $630 өздерің көріп тұрғандай 16 минутта тауып тастадық. Өте тамаша. Бүгінге все, жігіттер қыздар, баршаңа рахмет. Менімен бірге білім алып, опыт алып, саудаға қатысқандарың үшін, сүйой сауданы көргендерің үшін арнаға міндетті түрде жазылып, лайктарыңды басып қолдап кетіп ұмытпаңдар. Сіздерге оған қасымда көріңіз, әлі де жүздесеміз, жолығамыз, көрісеміз. Командаға қосылып ұмытпаңдар. Сау болыңдар.